Саламатсыздар ма әріптестер. Енді мен сіздермен ең бірінші қазір виртуальный фон туралы түсіндіріп кетейін. Мына жерде остановить видео дегенді көріп тұрсыздар ғой. Осы жерде жаңағы виртуальный фон деп тұр. Осыны басасыз. Осыны басқан кезде міне сіздерде жасыл фон болмаса, мынақса көрініп тұрады. Міне қараңыздар, мен сияқты көрініп тұрсыздар. Енді бұл фонды мен жасыл фонға өзгертуім керек. Сол кезде өзгертсем де артыма фон қоямын, өзгертіп көрдіңіз бе? Мысалы, можно тақтаны қоюға, мынандай қоюға, солай өзгертіп отыруға болады екен. Бұл бір версиясы, жаңағы фонды өзгерту туралы. Енді екінші версия, жаңағы басында сіздерге айттым ғой, zoom.as.com сайтына кіресіздерде, сол жерде настройка жасап, секционный деген батырманы басып өзгертіп алған кезде сіздер оқушыларды мен әдейі шақырып отырмын, сынып оқушыларымды осы мені көрсету үшін. Осы міне тура астында мына жерде жазылып тұрады, секционный зал ожидания деп тұрады. Ал енді мен қазір оқушыларды топқа бөлем, екі топқа бөлем. Осы кезде қараңыз, сізге может 3 топ керек, может 4 топ керек шығар. Маған әзірге 2 топ қана керек. Автоматически назначать етуге болады и вручную жасауға болады. Создать етеміз. Сол кезде міне оқушылар топқа бөлінді. Ахмет және Дәулет екеуі бір топта, Жандос бір топта кетті. Енді открыть все зал деген кезде оқушылар өздері жаңағы 60 секундтың ішінде өз топтарына барып қосылады. Мен қазір топқа қостым, міне жерде қосылады. Топтарыңызға барып қосылыңыздар балалар, өз топтарыңызға. Самал, сіз кешігіп келгендіктен мен сізді екінші топқа қосамын. Екінші топқа барып қосылыңыз, Самал. Самал қосылдыңыз, екінші топқа барыңыз. Саламатсыз апай. Мен сені топқа жібердім ғой, екінші топқа қосылыңыз. Принят етсем. Мен қазір мұғалімдермен курс өтіп жатқандықтан осы топқа бөлу туралы түсіндіріп жатырмын. Самал, жарайды ма? Екінші Жандостың тобына барасыз, қосылмай кетсіз ба? Бұл жерде мен өзім жалғыз қалдым. Барлық оқушылар жаңағы залға кетті. Енді мен істеймін. Мен қазір бірінші топқа барып қосыламын. Кіргім кетті. Да, войти. Бірінші топқа барам. Жақсы. Бірінші топта міне Дәулет пен Жандос отыр. Тапсырмаларыңызды орындай бересіздер. Жаңбыр тақтада деп мысалға сіздер өздеріңіз жұмыстарыңызды жалғастыра беруге болады. Бұл оқушылар жаңағы әртүрлі слайдтарын шешеді, топта ақылдасып жұмыстарын жүргізеді, сұрақтар қоюға дайындалады, дебат өткізуге дайындалады деген сияқты. Енді мен ары қарай бұл топтан шығып келесі топқа барып келейін. Бұл оқушылар өз жұмыстарын жасай береді. Екінші топқа барайын. Екінші топқа барасыз. Көрдіңіз бе? Екінші топта Жандос пен Самал отыр. Бұл жерде екеулері өз тапсырмаларын ақылдасып, балалар жаңағы жаңбыр таскасында істейтін жұмыстарын атқарып отыра береді. Осылай топқа бөлесіз. Ал енді оқушылар, барлығымыз топтан общий залға барайық деген кезде мынаны басасыз. Барлықтарымызды біріктіріп, біз закрыть все залы деген басқан кезде бұл оқушылар барлығы бір топқа қосылады. Немесе сообщение жазуға болады, бірге сообщение жазуға болады. Тапсырма орындап болдыңдар ма? Болдыңдар ма? Енді жауап береді. Ал жауап беріңіздер балалар. Сообщение жібердім. Жіберіңіздер бері қарай сообщение. Болды. Немесе ауызша жазыңыздар. Айта беріңіздер. Жақсы.
осылай мысалы енді закрыть все залы деген кезде оқушылар қосылады, 60 секундтың ішінде барлығы бір залға келіп қосылып, жаңағы жеке топта атқарған жұмыстарын қайтеді бұл оқушылар қосылып жатыр. Үйреніп алған оқушылар өздері осылай тез жасап жетіп келеді, экранға шығып тұрамыз. Осылай оқушылар бір жаңағы топқа бөлініп, енді қайтып бір топқа келді. Жаңағы бірінші топтан бастап жұмысын қорғайды, одан екінші топтан бастап жұмысын қорғайды. Осылай міне жұмысты жүргізе беруімізге болады. Осылай топқа бөлесіздер. Өте оңай, өте тиімді, оқушыларға да қызықты. Біздің оқушылар осы жұмысты үнемі қазақ тілін әдебиет сабағында орындаймыз. Солай емес пе, оқушылар? Иә. Сіздерге қызықты ма қазақ тілін әдебиет сабағы? Иә, қызықты. Өзіңіз ойлап отырсаңыз, мысалы, қандай жұмыстар жүргізіп жүрсеңіздер, қысқаша айтып кетсеңіздер біздің әріптестерге. Жамборд доскамен өте ұнайды істеу. Сосын бір талқылаулар, әртүрлі талқылаулар, сканвордтар шешеміз, каходқа кіреміз. Сол бір мәтінді талқылап бітеміз. Жақсы, рахмет оқушылар, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.